Жылқы еті шындығында улы ма? Торапта таралып жүрген 2000 жылғы шығарылған бір кескінде ата-бабамыздан бізге жеткен уақыт сыннан өткен ұлттық асымыз болған жылқы еті жайлы ешқандай жаңа заман медициналық зерттеу нәтижесі жоқ. Тек қана еліміздің ертедегі дәршөптер каталогтарында жазылған жылқы еті улы, жеуге болмайды, жылқы бауыры адам өлтіреді деп жазылған негізсіз сөздерге негізделіп шығарылған қате мазмұн. Алдымен осы жайында тоқталсақ, еліміздегі ертедегі әйгілі емші Лишиден дәршөптер каталогында жылқы еті кермек, ащы, суығырайлы, уытты болады деп жазылған. Жылқының бауыры адам өлтіреді деп естелік алынған. Одан басқа да бір қанша дәрігерлерде жылқы еті улы деп жазылған. Ендеше жылқы еті шындығында улы ма? Жоқ, әрине, олай емес. Жылқы еті өте дәмді, құнарлы болудан сырт, оның май құрамы аз болады. Оның үстіне оның құрамында белок, витамин, кальций, фосфор, темір, магний, мырыш, селон қатарлы минерал заттар мол болады. Жылқы етін жегенде иммунитеттік қуатты арттырып қана қалмастан қан айланысын жақсартады. Жылқы майында қанықпаған май қышқылы көп болады. Ол адам денесінде холестеринді көп ертіп жібереді де, холестерин қан тамыр бүйіріне жиналып қалуынан сақтайды. Артерияның қатаюын сақтайды. Бауыр мен бүйректі қуаттандырады. Денсаулық сақтау ролы жоғары. Ендеше ертедегі адамдар не үшін жылқы етін осыншама қорқынышты етіп суреттейді? Іс жүзінде бұл ертедегі салт сана мен қоғамдық қажетке байланысты. Сол кезде жылқы адамдардың құрметіне бөленген жануар. Соғыста жылқы армияның жеңісінің басты шарты, әрі маңызды қатынас құралы және маңызды өндіріс құралы болып табылады. Еліміздің ішкі өлкелерінде жағрапиялық ортасы жағынан жылқы бағымшылығына үйлесе қоймайды. Жылқы саны аз, сондықтан жылқыны беталды жеуге жол қоймаған. Қоғамның және мемлекеттің қажеті үшін сол кездегі дәрігерлер жылқы еті улы, жеуге болмайды деп жазу арқылы жылқыны қорғаған болып табылады. Бұл жағын еліміз медицина ғалымдары дәлелдеп отыр. Бәйду іздеу текшесі арқылы зерттеу мақалаларын көрсеңіздер болады. Ал қазіргі кезде дүние жүзінде көптеген елдер жылқы етін жейді. Дүние жүзінде бір жылда 5 миллионға жуық жылқы сойылады. Медицинасы дамыған Жапон елі де жылқы етін сүйіп жейді. Олар жылқы етін шикідей, дәрі-дәрмекпен жесе пысқан етке қарағанда тәтті болады деп қарайды. Қазақ халқы төрт түліктің төресі деп төбесіне көтерген жылқының қасиетін айтып тауысу мүмкін емес. Ата-бабаларымыз жылқыны бағалай білген, еті мен сүтін пайдаланған. Қазақстан елінде жылдың 4 маусымында жылқы еті тұтынады. Бағасы басқа еттерден қымбат тұрады. Қазақ елінде қазірге дейін бірде-бір зерттеу жылқы етінің зияны туралы болмаған. Тек жылқы етінің пайдалы жағы дәріптеліп келеді. Қазіргі кезде тек қана қазақ халқы емес, дамыған Еуропа елдері жылқы етінің көп ауруға ем екенін мойындап отыр. Шетелдік зерттеушілер еттің ішінде ең пайдалысы жылқы еті екенін, жылқы майының адам денесіне ешқашан